Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай әдемі және дәмді болып шығатын капкейктердің рецептін ұсынамын. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып салып, үстінен қантты қосып, шанышқының немесе венчиктің көмегімен 1-2 минут шамасында араластырамыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, және сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнымызды аз-аздан қоса отырып, іртік қалмайтындай етіп араластырамыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды, аз-аздан қоса отырып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Ұнның барлығын қосып болғаннан кейін, ең соңынан 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Маған осылай қалташаға салып алған ыңғайлы. Сізде қалташа болмаса, қасықпен салсаңыз да болады. Осындай капкейктің формасына, жартысына келгенше ғана саламыз. Өте қатты көтеріліп, тасып кетеді. 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Піскенін осындай шидің көмегімен, ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Құрғақ болып шығуы керек. Енді кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікті ыдысқа салып, үстінен қант ұнтағын қосып, 1-2 минут шамасында миксерлеп аламыз. Осының үстінен салқын 33%-дық кілегейімізді құйып, тағы да 3-4 минут шамасында миксерлеп аламыз. Креміміз қоймалжың болғанша. Крем дайын. Енді арнайы кондитерлік қалташаға салып, өзіңізге ұнаған насатканы басына қойып, әдемілеп кремін бетіне жағып шығамыз. Мен бетінен жылтырақтарды сеуіп шықтым. Ол міндетті емес, өз қалауыңызша безендірсеңіз болады. Мысалға, кәдімгі шоколадты үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп шықсаңыз болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз және пікіріңізді қалдырыңыз. Барлықтарыңыз сау болыңыздар, ас болсын.